Ассаламағалейкум қазақ елі, біздер қазір мына Астана өңіріндегі роботыдамыз. Біздің қазіргі таңдағы қойып отқан келісімде жұмыс қазіргі бүгінгі біздің жаңағы Жаңаөзеннен келген азаматтарды пойызбен бүгіннен қалса пойызбен жібереді, қалған жаңағы 10 шақты 20 шақты адам самолетпен жібереді. Біз осы жерде жаңағы өңірдегі Қазмұнайгаз өкілдерімен және де осы прокурорлардың шешіммен отырып протоколмен жаңағы Өзенмұнайгаз және де осы медігерліктің болып жатқан арадағы тендерлік мәселесі бойынша ертең комиссия жүреді. Сосын біз осы өзімнің санаулы бір 5-4 адаммен осы жерде Қазмұнайгаз өкілдерімен келісімшартқа отыру арқылы жол жүрейін деп отырып. Қазіргі таңда бізді басымыз аман, деніміз сау, жігіттерімізге қазір жақсы хабарымызды жеткізіп, сіздердің осы біздің қазақ Маңғыстау халқына барлығыңызға рахметімізді айтамыз. Ешқандай жаңағындай құқық бұзушылық ештеңе де болған жоқ. Біздің аямызда да заң бұзушылық болған жоқ. Жігіттердің барлығының аманшылығын сіздерге жеткізіп жатырмын. Рахмет жігіттер. Сондықтан қазір мына жерде бүкіл Қазақстанның деңгейін мынандай резонансқа тудырмай жайлап үйлерімізге қарай тыныштықпен оралуыңызды сұраймын. Ассаламағалейкум қазақ елі. Нұрымұлы Нұрсұлтан. Қазіргі таңда Астана қаласындамыз. РОВД-дан шығарды біздерді. Бәрі жақсы. Маңғыстау халқы. Қазіргі біздер барлығы да аманбыз, саумыз. Жігіттердің де барлығының дендері сау. Бұйырса таңертеңгі пойыздың рейсімен жігіттердің барлығы кетеді. Біздер инициативный группа 5 адам осында қалып, ары қарай Қазмұнайгаз өкілдігімен, министерство өкілдігімен шаруаларымыз шешіп, хаттамаға толтырып, нақты протоколмен жұмыс жасаймыз. Жаңаөзен халқы, Алла разы болсын, рахмет. Біздер үшін уайымдап назар аударғандарыңызға. Біздер аманбыз. Барлығыңызды үйлеріңізге тарауды сұраймын. Рахмет.